14 күні Сатурн планетасының ингрессиясы болады. Сатурн сіздердің 11-ші секторларыңызға 3 жыл уақытқа кіретін болады. Жалпы Сатурн бұл дисциплина, бұл жауапкершілік және де бұл тәртіптің планетасы. Енді 11-ші секторға кірген кезде өзіңіздің бағана баста айтқанымдай арман тілектеріңізді құр босқа айтып жүру емес, соларға белгілі бір форма беру, жоспар құру, жоспарлы түрде табанды жауапкершілікпен тұрақты түрде күнделікті жұмыс жасау. Яғни соны күнделікті жасау арқылы сіз өзіңіздің арман тілектеріңізді жүзеге асырасыздар. Сол үшін осы кезде өзіңіздің армандарыңыз, мақсаттарыңыз, жалпы алдыға қойған мақсаттарыңыз, тілектеріңіз іште ойлап жүрген сол нәрселерді қайтадан саралап шығыңыздар. Жалпы оны қалай жүзеге асыруға болатынын әбден ойлануларыңыз керек. Одан кейін Сатурн планетасы 11-ші секторға кірген кезде бұл сіздің социалды өміріңіз. Қазір енді ешқандай адам социалды өмір сүре алмайды. Қазір біз интернет заманында өмір сүріп жатырмыз, жаңа заманға келдік. Сол үшін сіздің интернет бағытындағы қандай да бір саланы меңгеруіңіз, сол жақтағы қандай да бір жұмыстарды атқаруыңыз, бәлкім сіздердің алдағы карьераңыз, жалпы жұмысыңыз сол бағытта болуы мүмкін. Интернет бағытында онлайн бағыттарға көбірек көңіл бөліп көріңіздер, жаңа технологиялар бағытына. Жалпы енді егіздер сіздер үшін осындай бір онлайн бағыттар, елдің алдына шығып сөйлеу деген сияқты бағыттар сіздер үшін оңай деп ойлаймын. Сіздердің бұл темаларыңыз, былайша айтқанда, сіздер сөйлеуге өте мықты болып келесіздер, ораторлық жаңағы бір қабілеттеріңіз бар, белгілерсіздер. Сондықтан сол жаққа қарай көңіл бөліп көріңіздер. Егер өзіңіздің жолыңызды енді таңдап жүрген болсаңыз, немесе басқа жолға көшейін деп жүрген болсаңыз, жаңа карьерада осы онлайн бағыттарды, жаңа бағыттарды саралап көріңіздер, сол жақты таңдап көріңіздер.